Бәріне сәлем, сіздермен қысқаша кино. Бүгін біз 2015 жылғы драмаға толы экшн фильмін талдаймыз. Бұл фильм шынайы оқиғаға негізделген. Көрмеге келушілер жас визажист суретші Эйнер Вегенердің жұмысына тәнті болады. Оның әйелі Герда атақты суретші болуды армандайды. Копенгагенде 1926 жылы оқиғалар дамып жатыр. Эйнер мен Герда бақытты некеде. Жас балерина Лоланы көріп отыр. Эйнер оның биіне тәнті болады. Лола ерлі-зайыптылардың қашан балалы болатынына қызығушылық танытады. Бұл арада Герда портрет салумен айналысады. Кейінірек Эйнер үйге келгенде ол бөлмені жинап, әйеліне макияж түзетуге көмектеседі. Ер адам оны жақсы көреді. Герда әйгілі галеристке өз жұмысын ұсынды. Ол шынын айтып, мұндай жұмыс оларға мүлдем сәйкес келмейтінін айтты. Галеристің айтуынша, табысқа жету үшін Гердаға өз тақырыбын табу керек. Герда ренжіп өз үйіне қайтты. Сонымен қатар ол қайтадан жүкті бола алмайтынын білді. Эйнер қатты өкінетінін айтты. Екеуі бала алғысы келеді, бірақ ештеңе болмайды. Герда күйеуіне өтінішпен жүгінеді. Оның суретін салуға мәжбүр болған. Лоланың жұмыстары өзгерді, сондықтан оған жаңа модель керек. Герда Эйнердің шұлықпен аяқ киім кигенін қалайды. Ол еш ойланбастан келісіп, әйелінің сұрағанын орындады. Аяқ киім кішкентай болып шықты, бірақ сүйіктісі үшін Эйнер шыдауға дайын болды. Герда бұл көріністің толықтығы үшін жеткіліксіз екенін түсініп, күйеуінен көйлек киюін өтінді. Ол ырап қалды, бірақ ақыры суретін сала бастады. Бір кезде оған тіпті ұнай бастайды. Кенеттен Лола келді. Ол көргенде өте күлкілі болып көрінді. Лола Эйнердің көрінісіне Лили есімін берді. Түнде ол жұмысқа көңіл бөлуге тырысты. Герда күйеуінің талантына тәнті болады. Ұйықтар алдында әйелінің жаңа көйлегінің өте әдемі екенін айтты. Герда Эйнердің басқа еркектерден қарағанда өте байқағыш екеніне таңғалады. Ерлі-зайыптылар кешке қатысты. Олар достарына олардың қарым-қатынасының бастамашысы Герда екенін айтты. Эйнер әйелмен алғаш танысуға тым ұялшақ еді. Кешке Герда күйеуінің көйлегінің астында дәл сол көйлек бар екенін білді. Ол мұны түсіністікпен қабылдаған сияқты. Түнде Герда ұйықтай алмай сурет салып жатты. Эйнер оянып, не ойлап жатқанын сұрады. Герда бүгін не болғанын ойлағанын мойындайды. Таңертең Эйнер Герданың салған эскиздерін тапты. Бұл әйел кейпіндегі Эйнер еді. Әйелі Лоланың өнер кешіне баруды ұсынғанын айтты. Алдымен күйеуі бас тартты. Содан кейін әйелі оған кішкене құмар ойын ұсынды. Ол Эйнерді әйел кейпінде келтіргісі келеді. Бояулардың көмегімен оның бетін жасырды. Эйнер өз еркімен өз бетінше макияж жасады. Герда бірден Лилидің портретін салғысы келді. Эйнер өзінің жаңа келбетіне өте тез кірді. Қалада серуендеп жүргенде Герда оған әйелдің жүрісін үйретті. Олар кейінірек биші қыздардың ауыстырып киетін киімдерін ауыстыратын бөлмеге келіп, парикпен аяқ киім алды. Өнер кешіне баратын күн келді. Эйнер ынталы болды. Герда оның ер адам екеніне ешкім күдіктенбеу үшін оны қонақтарға Эйнердің немере қарындасы Лили деп таныстырды. Әрине, Лола оның кім екенін түсінді, бірақ ештеңені түсінбегендей кейіп танытты. Эйнер сонша адамның оған қарап тұрғанына ұялды. Ер адамдар оған кешке дейін көз алмай қараумен болды. Герда таныстарына сәлем беруге кетіп бара жатқанында ер адам Эйнермен кездесуге келді. Эйнер қатты абдырап қалды. Өзін қалай ұстау керектігін білмеді. Сондықтан ол кетуге асықты. Бірақ ер адам оның соңынан ерді. Ол өзін Генрик Сандал деп таныстырды. Эйнер өзінің немере ағасының әйелі Вегенер мырзамен бірге екенін айтты. Генрик бұл есімді жақсы біледі. Ол Эйнер Вегенерді жақсы суретші деп санайды. Генрик Лилиге оны қатты ұнататынын мойындады. Эйнер бірден оған басқалар сияқты көрінбеді. Эйнердің абдырап қалғаны сонша қалай әрекет ету керегін білмеді. Генрик оның қолынан ұстап, осы жерден алып кетеді. Бұл арада Гердер күйеуін еш жерден таба алмайды. Генрик Лилиді сүюді рұқсат сұрайды. Жалған әйел немере ағасы оны құптамайтынын айтты. Генрик бәрібір оны сүйді. Герда бұған куә болды. Көргені оны қатты есеңгіреп тастады. Әйелін байқап, Эйнер онымен бірге кетіп қалды. Екеуі жағдайды талқылауға тым алыстап кетті. Келесі күні Эйнер ештеңе болмаған кейіп танытты. Әйелі Лили мұнда келмеу керек деді. Бұл тым алысқа кеткен ойын болды. Эйнердің не болғанын түсіндіруі жоқ. Бірақ ол көз жасын тия алмайтын әйелінен оның бойында бірдеңе өзгергенін жасырмайды. Эйнер тоқтатуға тырысамын деп уәде берді. Эйнер Лили туралы ойлап көп темекі шегетін. Бір кезде ол Гердаға ештеңе айтпай пәтерден шығып, ауыстыратын бөлмеге келді және ұзақ уақыт бойы өзіне айнаға қарады. Осы сәтте Эйнерге оның денесіне туылмағанын түсінді. Шарасыздықтан Герда сурет сала бастады. Ол күйеуі Лили кейпінде Генрикпен кездесті. Кейінірек үйге келгенде Эйнер әйелінің көңілсіз күйін көріп құшақтап алады. Суреттен Лилиді көреді. Герда көп ұзамай бұл жұмысты галерея иесіне ұсынды. Ол қатты қуанды. Ол модель кім екеніне қызығушылық танытты. Герда Эйнердің немере қарындасы деп өтірік айтты. Галерист Гердаға ынтымақтастықты ұсынды.
Бұл арада Эйнер Генрикке келді. Ол түсінбейді. Неге бұлар жасырын түрде кездесу керек? Лили жасырын кездесуінің себептері барын айтты. Осы кезде Генрик анық айтты. Шындықты білетінін, бірақ оған қиындық тудырмайтын сияқты. Эйнер оқиғаның бұлай өзгеруіне абдырап қалды. Және Генриктің көндіргеніне қарамастан кетуге асықты. Герда күйеуін тағы да Лили кейпінде көрді. Ол жылады. Герда сүйіктісіне қалай көмектесетінін білмей, оның қолынан ұстады. Еліне өтірік айтқысы келмей, Эйнер Генрикпен кездесіп жүргенін айтты. Алайда бұл Эйнердің шын сүйетіндігін жоққа шығармады. Әйел Генриктің Лилидің өміріндегі жалғыз адам емес екенін білгенде қатты таңғалды. Белгілі болғандай бұрын өзін Ганс деген жігіт болған. Оның көп жылдар бұрын болғанын айтады. Олар арасында тек сүйісу болды. Әкесі білгенде ашуланып Гансты ұрды. Эйнер кенеттен ауырып қалды. Әйелі онымен бірге ауруханаға барды. Бірақ дәрігер әйелін есік алдында күтуін өтінді. Эйнер лалагүл туралы және бедеулігі туралы айтты. Дәрігер бұл ағзадағы химиялық заттардың теңгерімсіздігіне байланысты деп санайды және емдеудің радикалды әдісін радиацияны ұсынды. Герда күйеуінің жанында болды. Сәулелі терапия қауіпті болғандықтан барлық бөгде адамдар кеңседен шығып кетті. Сеанстан кейін дәрігер мұның көмектеспегенін түсінді. Ол Гердаға Эйнердің иллюзиясына жол бермеу үшін гардеробын құлыптауға кеңес берді. Ерлі-зайыптылар қазір қалай болу керектігін білмейді. Герда кейін жақсы жаңалықтарды білді. Лилидің портреттері сатылды, сондықтан жақын арада көрме болады. Сонымен қатар Париждің ірі галереясы Герданың жұмысына қызығушылық танытты. Әйел бақытты, өйткені оның арманына еді. Бірақ почта жәшігінен дәрігердің хатын оқығанда оның көңіл күйі нашарлады. Эйнердің ауруы физиологиялық емес психологиялық деп санайды. Герда күйеуіне онымен бірге Парижге барғанын қалайды. Олардың арасы әлі де жақсы болады деп сенеді. Эйнер шаршағанын сезді, бірақ келісті. Парижде Герданың жұмысы сәтті болды. Қонақтар портреттерге сүйсініп қызығушылық танытады. Модель кім деп сұрайды. Герда Данияда қалды деп өтірік айтты. Эйнер мен Герданың некелік өмірі күрделене түсуде. Герда күйеуінен келесі күні суретке салуын өтінді. Бірақ Лилидің кейпінде емес, ол мүмкін емес деп кешірім сұрады. Герда күйеуінен айырылып жатқанын түсініп үмітін үзді. Ол терезеден оның кетіп бара жатқанын бақылап отырды. Эйнер кезекшілер үйіне әйелдерді қарау үмітімен келді. Ол солардың бірі болуды армандайды. Герда күйеуінің балалық шағында дос болған Ханс Агельді тапты. Ханс атақты әрделер. Бірақ бұл Герданы қызықтырмайды. Олар сөйлесу үшін мейрамханаға барды. Герда бірнеше жыл бұрын сүйісу болды ма деп тікелей сұрады. Ханс бір күні жас өспірім кезінде Эйнердің әжесінің алжапқыш кигенін есіне алды. Сол кезде сүйісу болды. Ханстың айтуынша бұл жай ғана ақымақтық болды. Герда Эйнердің депрессияға ұшырағанын және енді сурет салмайтынын айтты. Оған қазір оның жұмысын көрсететін сенімді дос керек. Ханс көмектесуге келісті. Кейінірек Герда күйеуіне Ханспен кездескені және оның ынтымақтастықты дайын екендігі туралы айтты. Эйнер эмоцияға батып кетті. Кешке келісілгенде Герда мен Ханс мейрамханада кездесті. Бірақ Эйнер келмеді. Содан кейін Герда қонақты үйіне алып келді. Эйнер оларды Лили ретінде кездестіріп, Эйнердің немере қарындасы ретінде таныстырды. Әрине Ханс бәрін түсінді, бірақ онымен бірге ойнауды шешті. Абдырап қалған Герда өзін қалай ұстау керектігін білмеді. Эйнер қонаққа шарап ұсынды. Ескі күндерді еске түсіре бастады. Оны шабыттандырған жалғыз Ханс болды. Ханс ол да абдырап қалды, ешқашан үйленбегенін айтты. Эмоцияға беріліп, Лили жылап кетіп қалды. Герда көзіне жас алып, Ханстан кетуін өтінді. Герда күйеуіне қалай көмектесуді білмейді. Ұйықтар алдында одан түнгі көйлек сұрады. Әйелі бұл туралы ештеңе істеуге дәрменсіз екенін түсінеді. Эйнер әртүрлі көйлек киіп, сыртқы келбетімен тәжірибе жасауды жалғастыруда. Герда онымен келіскен сияқты. Эйнер картиналарда Лилиді көргенді ұнатады. Көп ұзамай жаңа көрме өтті. Ханс шақырылған қонақтар қатарында болды. Гердаға бірге кешке ас ішуді ұсынды, бірақ ол бас тартты. Қандай жағдай болмасын, Герда әлі де Эйнердің әйелі. Қонақтар Лилиге тәнті болды. Шыдай алмай Герда салтанатты кештен кетіп қалады. Эйнер үйде Лили кейпінде қарсы алды. Ол өз туралы әйел ретінде айтқан болатын. Көзіне жас алған Герда күйеуінен бұл ақымақ ойынды тоқтатуды өтінді. Ол бәрі бұрынғыдай болғанын қалайды, бірақ Эйнер бұл ойын емес. Герда Лилиден күйеуін қайтарып беруін өтінеді. Эйнер бұл мүмкін емес деп кешірім сұрады. Ханс Герданы жылап тұрғанын көреді. Ол оны құшақтап сүйді. Осылайша Лилиден кек алғысы келді. Не істегенін түсінген Герда қашып кетті. Бұл арада Эйнер макияжын жуып, шашын алып тастады. Оған өте қиын болды. Үйде Герданы күтіп тұрған Лили емес, Эйнер еді. Ол әйеліне өкінішке орай оған қалағанын бере алмайтынын айтты. Екеуі де бұлай жалғаса алмайтынын түсінді. Парижге келген құрбысы Дрездендегі әйелдер клиникасына баруына кеңес берді. Эйнер сияқты адамдарға қызығатын дәрігер бар. Ол дәрігер Парижде жиі болады. Эйнер салмағын жоғалтты, өйткені ол қазір фигураны бақылап отыр. Ол Герданы әлі де жақсы көреді. Сондықтан бұл жағдаймен не істеу керек екенін білгісі келеді. Жауабын табу үшін Эйнер кітапханаға барды.
Кейінірек көшедегі жігіттер дәстүрлі емес бағытта деп күдіктеніп оны ұрып кетеді. Эйнер ескі досына келеді, өйткені ол Герданың осылай көргенін қаламады. Әйелі бәріне шыдап келе жатқанын айтады. Эйнер Хансқа күнде таңертең оянып Лилиге реинкарнацияланбауға уәде беретінін айтып, бірақ Лили қайта-қайта оралады. Ханстың кеңесі бойынша Эйнер психиатрға барды. Ол оған осы лоботомияның бұзылуын емдеуді ұсынды. Әрине Эйнер оған бармас еді. Ол көптеген дәрігерлерді ауыстырды, бірақ оған ешқайсысы көмектесе алмады. Түнде Эйнер әйелінен оны жынды деп ойлай ма деп сұрады. Герда бұның бәрі оның кінәсі екенін айтты. Егер бұл суреттер болмаса, Лили бұлардың өмірінде ешқашан пайда болмас еді. Бірақ Эйнер Лили әрқашан ішінде өмір сүретінін айтты. Лола кеңес бергенде ерлі-зайыптылар осындай ауытқуларға қызығушылық танытқан профессор Верникреске жүгінді. Эйнер өзінің әйел екеніне сенімді екенін айтты. Герда да бұған сенеді. Профессор өзінің осындай аурумен ауырған науқасын айтты. Ол дәрігерге ота жасатқысы келді. Науқас қорқып бас тартты. Эйнер мұндай нәрсенің не екенін білмеді. Мүмкін толқып кетті. Дәрігер мұндай операциялардың бұрын ешқашан жасалмағанын түсіндірді. Профессор сонымен қатар өзгерістердің қайтымсыз екенін, тәуекелдің тым үлкен екенін ескертті. Эйнер бұл оның шын мәнінде кім болу мүмкіндігінің жалғыз мүмкіндігі екенін түсінді. Герда күйеуін бақытты ету үшін жіберуге дайын болды. Ханс және Герда Эйнерді шығарып салу үшін пойыз станциясына келді. Олар оған сәттілік тіледі. Эйнер әйелін соңғы рет сүйді. Көп ұзамай Эйнер мәңгілікке жоғалып кетеді. Ал Лили пайда болады. Күйеуінің кетуіне қарап, Герда жылайды. Пойызда Эйнер құжаттарына қарайды. Оларды тезірек Лили есімімен өзгерткісі келеді. Эйнер Дрезденге әйелдер клиникасына келді. Бұл арада Герда жаңа шедевр салады. Эйнерге ота бір аптадан кейін жасалады. Асқыну қалпын азайту үшін осы уақыт ішінде салмақ қосу керек. Эйнер профессордың оның денесін бөлшектеуді өтінді, өйткені ол оған тиесілі емес. Эйнер басқа әйелдермен танысады. Оның шын мәнінде еркек екеніне күдіктенбейді. Осы әйелдердің барлығы сияқты Эйнер де ана болу қуанышын сезінгісі келеді. Ганс Гердаға Эйнердің соңынан еруге кеңес береді. Ол мұндай жағдайда қалай әрекет ету керектігін білмейді. Герда көп ұзамай емханаға келді. Ота сәтті өтті, бірақ Лили ауырып қалды. Герданы көргенде қуанды. Герда ол үшін қандай жағдай болмасын қолдау көрсететінін ең қымбат адам. Біраз уақыттан кейін Лили операциядан айығып кетті. Ол Герданың оны емдегеніне сенімді. Олар қол ұстасып кетті. Әйелдер Данияға үйлеріне қайтты. Герда Лилиге 2 сағат сайын дәрісін ішуді үнемі еске салады. Бүгін Лили үшін үлкен күн. Ол парфюмерия дүкеніне жұмысқа орналасады. Лилидің бұрынғы өмірінде кім болғанын ешкім түсінбеді. Клиенттермен, әріптестермен оңай тіл табысып кетті. Өмір жақсарып келе жатқан сияқты. Түнде Лили мен Герда шын жүрекпен сөйлеседі. Лили үйленуді армандайтынын мойындады. Герда енді жеке өмірін қалай құруды білмейді. Бір күні Лили Генрикке келіп, дәрігер оның табиғаттағы қателігін түзегенін айтты. Генрик бәрін білгенде есеңгіреп қалды. Профессор Верникростың кеңесі бойынша Лили күнделік жүргізеді. Герда оған сурет салуды қайта бастауды ұсынды. Бірақ Лили жауап береді. Ол суретші емес, әйел болғысы келеді. Жүрегінде Герда Эйнердің жоқ екеніне қабылдай алмайды. Ол Парижге Ханске қоңырау шалды. Бірақ оның хатшысы телефонды алды. Герда кейінірек Лили мен Генриктің бірге жүргенін көреді. Үйге келгенде Лили мен Генриктің араларында ештеңе жоғын айтты. Олар жай ғана дос, өйткені Генри әйелдерге қызықпайды. Сонымен қатар Лили жұма күні Дрезденге екінші ота жасатуға баратынын айтты. Герда Лилидің әлі күшті емес екеніне сеніп, оны көндіруге тырысты. Оның салдары қайғылы болуы мүмкін, бірақ Лили өз шешіміне берік болды. Профессор Лилиге түсіндірді. Екінші ота күрделірек, бірақ Лили бұған дайын болды. Барлық әйелдер сияқты ол да бала қалайды және үміттенді. Профессор қолынан келгенін бәрін жасайды. Қандай жағдайда болмасын, Герда Дрезденге келді. Сүйіктісінің қасында болуға Лили бұған өте риза болды. Герда оның тілегін естіген және түсінген жалғыз адам. Лили уәде берді, бәрі жақсы болады. Бірақ Герда палатадан шыққан кезде Лили жылай бастайды. Герда қонақ үйге келді. Ханс та осында болған екен. Олар құшақтасып кетті. Лили операцияға дайындалып жатыр. Ол одан аман қалуы мүмкін екенін түсінеді. Бірақ онсыз толыққанды әйел бола алмайды. Герда мен Ханс емханаға келді. Профессор жаман хабар айтты. Операциядан кейін асқынулар болды. Болжам жақсы емес. Герда палатаға жүгірді. Лилидің қызуы қатты көтерілді. Тіпті түнде Герда сүйіктісінің төсегінен тұрмады. Лилидің жағдайы нашарлап бара жатты. Ханс ауруханада ұйықтады. Таңертең Лили әлсіз дауыспен қазір өзіне айналғанын айтты.
Герда және Ханс мұның соңы екеніне сене алмады. Лили өзін бақшаға апаруын сұрайды. Достары одан бас тарта алмады. Герда әрқашан қасында. Лили түсінбейді. Мұндай сүйіспеншілік пен адалдыққа қалай лайық болды. Герданың көзінше Лили қайтыс болды. Герда оның атын атады, бірақ Лили енді жауап бермеді. Біраз уақыттардан кейін Герда мен Ханс Данияға келді. Олар бір кездегі Эйнер салған 5 ағаштың алдындағы төбенің басына шықты. Лилидің Гердаға сыйлаған орамалы жел ұшырып жіберді. Жаңа кездесулер алдында да көргеніңіз үшін рахмет.